бір күндік отбасылық демалысымыз қалай өтті? Сенбі күні әжесі ұлымызға осындай Monster Truck деген пультпен жүретін машина алып берген болатын. Екіншісі осындай ыдыстағы машиналар. Бұл екінші сыйлығын жаңа жылда беремін деген еді, бірақ өкінішке орай мына пультпен жүретін машинасы новый батарейка салсақ та жасамайды екен. Сол себепті бұны бөлек алып қойдық та, осы екінші сыйлығын беріп, әжесі бір қуантты. Ертесінен базарға барып, осы машинаны апарып өткіздік, орнына осындай бір жасыл машинаны таңдадық. Жігітім тексеріп көріп алайық, мен батарейка алып келейін деп магазинге кеткен еді. Сол кезде мен осы продавецпен сөйлесіп тұрған едім. Баламыз осы Monster Truck дегенді қатты ұнатып жүреді, сол үшін алғанбыз ғой десем, ол кісі маған мынаның бәрі босқа мусорға кетеді, сіз ала беріңіз деп, сөйтіп қуанып рас па деп сол машинаны да алып кетті. Сонымен ұлымызға 2 машина бұйырды. Біз одан әрі тауға қарай жол тарттық. Ұлымыз жолда ұйықтап алды. Үйден шықпас бұрын барлық заттарды араластырып турап салат жасайын дедім. Кез келген затты араластыра берсең өзі салат шығады ғой. Мына салаттың атын қандай екенін білмедім. Сосын кеше магазиннен алған осындай тәттілерді де алып алдым. Жолға нан, салфетка, шай барлығын дайындап алып шықтым. Көріп тұрғандарыңыздай тауға аман есен келдік. Мен бала сияқты осылай құм деппін ғой, қарды шашып ойнап тұрсам, менен кейін балам да солай шашам деп келіп тұр ғой. Осындай керемет атмосферада фотоға, видеоға түсіп алдық. Және де баламыздың үйден осындай сырғанағын алып шыққан болатынбыз. Бұның атын не деп аталады өзі? Марғұлан әрі-бері сырғанап, рахаттанып ойнады. Бір кезде осы сырғанақпен жоғарыдан әжесі сырғанап келе жатыр ғой, видеоға түсіріп үлгермей қалдым. Сөйтіп әбетімізді сағат 5-те іштік, дала деген қап-қараңғы болып кеткен ғой. Осы уақытқа дейін тауға ерте келіп, ерте қайтатын біз бүгін бірінші рет кеш келіп, кеш қайтып бара жатырмыз. Үйге келгеннен кейін пельмен жасадым, ал бізге ас болсын.